Президентіміздің осы 5-ші құрылтайында, сыр елі Қызылордада өткізілген құрылтайында бізде осы ең маңыздысы біздің факультетіміздің және де осы дүниежүзі тарихнама және дінтану кафедрасының оқытушысы ретінде айтатыным ол осы ұлттық цифрлық мұраны қору. Себебі бізде осы мамандық бойынша осы тарих, Қазақстанда жалғыз мамандық осы сандық архивтану және мұрағаттану мамандығы бізде. Сол қазіргі таңда біз осы Алматы қаласында 5 архивтермен де байланыста біз осындай мамандар даярлап, осы мұраны сапалы жастармен, мамандармен даярлау біздің бағытымызда, және де осындай атсалысуда біздің де алғашымыз қолымыз жетеді, және де біздің осы музеология, археология кафедрасында мұражай музей ісі тек қана осы Қазақстанда ешқана мемлекеттік университетте дайындайды, соларды даярлайды. Соған байланысты бізде де осы жаһандану, жасанды интеллектпен байланыса отырып, осы өзіміздің мамандықтарымызды арттырып, оған сенім түсіреміз деп ойлаймын.